Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып тәуекелді басқару жүйесі. Қазақстан Республикасының салық кодексінің 136 және 137 баптарымен реттеледі. Көлем жағынан кішкентай ғана екі бап, бірақ кәсіпкерлер үшін, кәсіпкерлердің өмірі үшін өте ықпалы өте орасан зор екі бап. Болашақта бұл екі кішкентай бап үлкен өзгерістерге ұшырайтындығына кәміл сенемін. Өйткені сіздер осы презентацияны осы тақырыпта мен ашу барысында сіздер түсінесіздер қаншалықты тәуекелді басқару жүйесінің кәсіпкерлерге деген ықпалының, кәсіпкерлердің өмірін жеңілдету болмаса олардың өмірін ауырлатуға байланысты ықпалының орасан зор екенін түсінетін боласыздар. Тәуекелді басқару жүйесінің бастау алған тұсы ол 2019 жылдың 1 қаңтары. Яғни 2019 жылдың 1 қаңтарында ондай жүйе болған жоқ. 2019 жылдың 1 қаңтарынан басталды. Міне 1 жыл 8 ай бұл жүйе жұмыс істеп келе жатыр. 3 дәрежеден тұрады. Әлгі тәуекелді басқару жүйесі төменгі, орташа және жоғары. Бұл тұста бірден айта кетем, тәуекел дәрежеңіздің төмен болғаны ол кәсіпкерлер үшін өте жақсы, өте қолайлы. Орташа ол орташа, ал жоғары болу деген керісінше өте қолайсыз, өте жаман дәреже. Өйткені сіз тәуекел дәрежесінің жоғарғысында болатын болсаңыз, онда сіз әрқашан салық органдарының, салық инспекторларының көз алдында жүресіз. Кез келген уақытта сізді тексереді, шақырады. Тек қана салық органдарының жұмысы осы кім тәуекел дәрежесінің жоғарғы деңгейінде тұр, солармен ғана жұмысы болады. Төменгі дәрежедегілермен олардың жұмысы жоқ, бір сөз айтқан кезде. Тіпті мына қазір 2023 жылға дейін тексерулерге мораторий жарияланды ғой. Яғни осы мораторийға қарамастан, егер де сіздің тәуекел дәрежеңіз жоғары болатын болса, сізді осы 2023 жылға дейін әйтеуір бір тексеретіндігі анық. Бірақ енді бірден алдын ала жүгіріп айтып өтейін, ол бір рет қана жоғары болып белгіленді, бітті, өмір бақимен сол жоғарғы дәрежеде жүреді екем деген сөз емес. Оған ықпал етуге болады. Ықпал ету арқылы өзіңіздің жоғарғы дәрежеңізді орташаға түсіресіз, орташа дәрежеңізді төменгі дәрежеңізге түсіруге болады. Өкінішке орай біздің Қазақстан Республикасында 1 жыл 8 ай жұмыс істеп жатқанына қарамастан тәуекел дәрежесін білмейтін кәсіпкерлер, бухгалтерлар өте көп, оған назар аудармайтын. Салық төлеуші кабинетіне кірсеңіз, міндетті түрде сіздерге хабарлама келіп тұрады, бірақ оған мүлдем назар аудармайды. Қандай не хабарлама оған қарамайды кетеді. Сол үшін сіздерге айтатындығым, міндетті түрде өзіңіздің тәуекел дәрежеңізді біліңіздер. Оны білу үшін салық төлеушінің кабинетіне кіресіз, өзіңіздің кабинетіне кіресіз, өзіңіздің ЕЦП кілтіңіз арқылы. Және хабарламалар, хабарландырулар, шешімдер деген бөлікке басып, соның ішінде хабарламалар, хабарландырулар, шешімдер дегенге басып, оның төмен жағында мен қызылмен бояп қойдым, табу деген батырманы басасыз. Болмаса осының орысша нұсқасы бар, дәп тұры осы сияқты, бірақ найти деген төменгі жағында батырманы басасыз. Сол арқылы басқан кезде мынандай келесідей болып шығады сіздерге келген хабарламалар. Енді мына жерде сіздерге қарасаңыздар, мына бір мысалда 2019 жылдың 29 июльдінде мысалы бұл салық төлеушінің тәуекел дәрежесі орта деңгейде болған. Сол орта деңгейден төменгі деңгейге түсе алған. Яғни осы бір салық төлеушінің өзі орта деңгейден төменгі неге өткен. Айналасы біраз уақыттың ішінде. Енді мен осыны сіздерге қазір егжей-тегжейлі рет-ретімен айтып өтемін. Қандай жағдайда сіздер түсесіздер, болмаса көтерілесіздер. Болмаса әлгі тәуекел дәрежесін тексерудің тағы бір жолы, ол жеке кабинетке кірмей-ақ kgd.gov.kz мемлекеттік сайтында сол жерде өзіңіз бойынша білгіңіз келсе, өзіңіздің иініңізді, болмаса бейініңізді теріп, не робот деген жерге батырманы белгіні қойып, поискті басып, сол арқылы өзіңіздің дәрежеңізді білсеңіз болады. Және де басқа бір мысал контрагентпен жұмыс істейін деп жатсаңыз, егер де оның тәуекел дәрежесі қандай екенін білгіңіз келсе,
Оны да осы жаңағы мына kgd.gov сайты арқылы жүзеге асырсаңыз болады. Жалпы жылына ақпарат 2 рет жаңарып отырады екен. Яғни осы неге байланысты? Қаңтар айында бір жаңарады және маусым айында. Қаңтар айында жаңарады, ол 1 қазанға дейінгі деректерді електен өткізу арқылы қаңтар айында жаңарады. Және маусым айында жаңарады, ол 1 сәуірге дейінгі ақпараттарды саралап, соның қорытындысының негізінде жаңарып отырады екен. Яғни бағана мен сіздерге айттым ғой, бір рет жоғары оқып қалдым екен, бітті өмір бақи сонымен өттім деген сөз емес. Жаңағы ақпараттарды, соған жаңағы ықпал ететін деректерді өзгертіп, соған ықпал ету арқылы сіз өзіңіздің дәрежеңізді төмен қарай өзгертіп жіберсеңіз болады екен. Бір айта кететін дүние, тәуекел дәрежесі төмен салық төлеушілер, егер де салықтар мен бюджетке төленетін әлеуметтік төлемдер бойынша берешегін күнтізбелік 30 күннен астам өтемеген жағдайда тәуекел дәрежесі айына кемінде 1 рет өзгертілуге жатады. Яғни жоғарғыдан төменге қарай өту ол жылына 2 рет қана мүмкін болатын болса, ал төменгі дәрежеде тұрып 1 айдың ішінде сіз өзіңіздің тәуекел дәрежеңізді қиындатып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан төменгі дәрежеге өткен кезде оны ұстап қалу ол сіздің үлкен бір мұратыңыз болады. Енді тәуекел дәрежесінің жоғары болуының қандай әсері бар? Жалпы неге елдер тәуекел дәрежесінің төмендетуге талпынады? Бірінші, мысалы, енді бірнеше әсері бар, соның біріншісінен бастасақ, салық төлеушілерді салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін өзгертуге құқығы жоқ тұлғалар санатына жатқызу. Яғни салық кодексінде мынандай бір не бар? Сіздің құқығыңыз бар салық кодекс бойынша. Егер де сіз салықтық міндеттемелерді тапсыруға байланысты, есептік тапсыруға байланысты үлгермей жататын болатын болсаңыз, сіз өтінім беру арқылы салықтық есепті тапсыру мерзімін ұзарта аласыз. Егер де сіз жоғарғы тәуекел дәрежесінде болатын болсаңыз, онда сіз автоматты түрде ондай құқықтан айырыласыз. Салық кодексінде қалай жазылған, қай мерзімде тапсыру керексіз, тура сол мерзімде тапсырасыз. Басқа сіздің ешқандай құқығыңыз жоқ. Ал төменгі болса, орташа болса, онда өзгерте аласыз. Келесі. Салықтық тексерулер жүргізу үшін салық төлеушілерді іріктеу және оларды салықтық тексерулер жоспарына, ішінара салықтық тексерулер тізіміне немесе ерекше тәртіп бойынша жүргізілетін салықтық тексерулердің жарты жылдық кестесіне енгізеді. Егер де сіздің жоғары дәрежеңіз болатын болса, сізді жаңағы салықтық тексерулердің түрлері көп қой, солардың не ерекше түріне, не ішінара тексерілетін тексеру түріне, әйтеуір бір тексеруге байланысты тізімге енгізеді, сол бойынша сізді бір тексеріп өтеді. Сондықтан тәуекел дәрежесін жоғарыдан төмен қарай ауыстырудың мақсаты бар екен. Келесі бір жаңағы әсері ол жеке кәсіпкер қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға құқығы жоқ тұлғалар санатына жатқызады. Яғни, егер де сіздің тәуекел дәрежеңіз төмен немесе орташа болатын болса, сіз 3 күннің ішінде өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді тоқтатуға жаңағы өтінім бересіз, барлық ликвидационный отчеттарыңызды тапсырасыз, салықтарыңызды төлейсіз, соның 3 күннің ішінде сіздің жеке кәсіпкерлігіңізді тоқтатып тастайды. Ал егер де сізде жоғарғы дәреже болатын болса, сізде ондай құқық жоқ. Сізді біріншіден салықтық тексеру да тағайындайды, салықтық тексереді, содан кейін барып жабады, бірақ оның іші, оның айналасы ең кемінде 45 күн. 45 күннен кейін барып сіз өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді болмаса, жаңағы жеке кәсіпкерлігіңізді жабасыз. Келесі, салық төлеушілерді электронды түрде қосылған құн салық бойынша есепке қою туралы салықтық өтініш беруге құқығы жоқ тұлғалар санатына жатқызады. Яғни сіз қазір егер де қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұрғыңыз келетін болса, салық төлеуші кабинетінде арнайы өтінімнің түрі бар. Соны беру арқылы электронды түрде өтінім беріп, дәл сол күннен бастап сіз қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеле аласыз. Ал егер де сіздің тәуекел дәрежеңіз жоғары болатын болса, сізде ондай құқық жоқ. Сіз салық органына барасыз, дәлелдейсіз, түсіндіресіз. Содан кейін барып сіз қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұруыңыз мүмкін. Келесі, хабарламаларды орындау және мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдану
алдында салық берешегін өтеу мерзімдерін қысқарту. Яғни сіз айталық бір мемлекетке бір белгілі бір салық бойынша болмаса міндетті төлем бойынша берешегіңіз бар болып қалды дейік. Әдеттегі жағдайда, егер де сіз төменгі дәрежеде болсаңыз, сізге 30 күн беріледі жаңағы салықтық берешегіңізді өтеуге. Орташа болсаңыз, сізге 15 күн уақыт беріледі, 15 жаңағы нені өтеуге. Ал егер де жоғары болатын болсаңыз, сізге бүгін берілді ма? Сіз бүгін соны жаңағы уақыт берілді, бүгін жабу керексіз. Бүгін жаңа берешегіңізді жаппадыңыз ба, ертең сіздің шотыңызды барлығын бұғаттап тастайды. Яғни сізде 1-ақ күн. Бұрын 5 күн болған, қазір 1 күнге қысқартып тастады. Сондықтан тағы бір әсері осы. Енді өкінішке орай жеке кәсіпкерлер салық кабинетіне кіре бермейді. Өзінің жаңағы қандай хабарландырулар келді, қандай берешегі бар, оны қарамайды, зерттемейді. Шотын әбден бұғаттап, жаңағы ақша шешейін десе, болмаса ақша аударайын десе, ешқандай жаңағы мүмкіншілік болмай қалған кезде барып есін жинай бастайды. Не болды деп. Ол кезде уже немес. Одан кейін барып сіз ол жаңа нені жабасыз. Одан кейін ол 2-3 күннің ішінде ол лицевой счетқа түседі. Одан кейін барып шотыңызды ашады. Айтыңызшы, қандай қолайсыз, мысалы сізге бір жаққа ақша жіберу керек, болмаса қызметкерлеріңіздің жалақысын төлеу керек. Төлейін десеңіз, осындай сізді қолайшылық жағдайға алып келуі мүмкін. Ал егер де сіз төмен, болмаса орта болатын болса, сізге ескертеді, уақыт береді. 30 күн деген ол үлкен уақыт қой. Мысалы ол уақыттың ішінде сіз ақшада табасыз, көптеген сұрақтарыңызды шешіп тастай аласыз. Келесі, тәуекел дәрежесін бағалау негізінде ерекше тәртіп бойынша салықтық тексеру жүргізу туралы салық төлеушіні хабардар етпеу. Яғни тәуекел дәрежесінің бағалау негізінде ерекше тәртіп бойынша салықтық тексеру жүргізуге байланысты сізге шешім шықты, предписание келді, соны сізге алдын ала ескертпейді, сізге тексеру келейін деп жатыр деп бірден әкеліп қолыңызға береді. Сол жерде сіз танысасыз жаңағы сізге тексеру жарияланғандығы жайында, дәл сол жерден бастап сізді тексеріске алады. Өте қолайсыз, түсініңіз. Егер де төмен орташа болатын болса, сізді алдын ала ескертеді. Сіз білесіз, 30 күннен кейін сізге тексеру келетін. Сіз 30 күннің ішінде жаңағы олқылықтардың орнын толтырып, сіз тексеруге дайын отырсаңыз болатын еді. Ал мына жерде ондай мүмкіншіліктен автоматты түрде айырыласыз. Келесі, салық төлеушінің декларациясында немесе салықтық өтінішінде көрсетілген қосылған құн салығын асып кеткен сомасының дұрыстығын растау бойынша тақырыптық салықтық тексеру жүргізу. Яғни, егер де қосылған құн төлеушілерге қатысты бұл, қосылған құн салығын бойынша оларда артық төлем, яғни болады, мысалы переплата дейді, артық төлем қалыптасқан жағдайда, соны растау үшін тақырыптық, яғни сол қосылған құн салығының нақты артық төлем ба, жоқ олай емес пе, соны білу үшін олар тақырыптық тексеріс жариялап барып, содан кейін барып, жаңа егер сіз жоғары неде болсаңыз, содан кейін барып соны растайды. Я, бұл кісіде артық төлем бар екен деп. Ал егер де төмен болмаса орташа болатын болса, сіздің сол декларацияңызда болмаса өтініміңізде көрсетілген соманы сол күйінше қабылдайды, ешқандай тексеріс тағайындамастан. Салық төлеушілерді салық есептілігін беру мерзімдерін ұзартуға құқығы жоқ тұлғалар санатына жатқызу. Яғни, алдындағы бір айтқанымда салық жаңағы нені салық борышын өтеуге байланысты ұзартуға мүмкіншілігі болған. Мысалы сіз 25-ші әр айдың 25-не шейін төлейтін салығыңыз болатын болса, сіз соны төлеуге мүмкіншілігіңіз болмаса, сіз өтінім беру арқылы кішкене ұзартсаңыз болатын еді. Мына жерде салықтық есептілік тапсыруға байланысты, ақша төлеуге емес. Мысалы сізде бір декларация тапсыру керексіз, кодекс бойынша сізде белгіленген мерзім бар. Егер де сіз жоғары дәрежеде болсаңыз, сіз оны өтінім беріп ұзарта алмайсыз. Сіз мысалы болады, бір деректер дайын болмай қалады, документтер жоқ, бір жағдай болады да, сіз өтінім беру арқылы жаңағы кодексте көрсетілген мерзімді сәл ұзартсаңыз болады. Ал мына жерде онда ешқандай ұзарту жоқ. Кодексте қалай жазылған, тура сол уақытында тапсыру керексіз. Ал төменгі болмаса орта дәрежеде болсаңыз, өтінім беру арқылы салық тапсыру мерзімін сәл көтеріп ұзартсаңыз болатын еді. Келесі, салық төлеушілерді қызметін тоқтата тұруға құқығы жоқ тұлғалар санатына жатқызу.
жеке кәсіпкерлер болмаса жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер белгілі бір жағдайларда кәсіп жүрмей жатқан кезде жаңағы өзінің кәсіпкерлігін тоқтатуға құқығы бар салық кодексі бойынша. Өтінім береді да бір белгілі бір мерзімге өзінің жаңағы приостановление дейді ғой, белгілі бір уақытқа тоқтатады. Ал жоғарғы дәрежеде ондай құқық жоқ. Оны тоқтата тұру үшін бірінші толыққанды салықтық тексеру болады, тексеріс болады. Сол толыққанды тексеріс өткеннен кейін барып тоқтата тұруға болады. Ал толыққанды тексеріс дегеніміз ол ең кем дегенде 45 күннен басталады. 45 күннен жоғары уақыттың ішінде сіз тоқтата тұру құқығына ие боласыз. Толық тексеріп, егжей-тегжейлі тексергеннен кейін барып сізді тоқтата тұруға болатын болады. Контрагенттер шартқа қол қоюдан бас тартады. Яғни тағы бір әсері, егер сіздің компанияңыз жеке кәсіпкер болсаңыз, болмаса сіздің жауапкершілігі шектеулі серіктестігіңіз болса, және оның тәуекел дәрежесі жоғары болатын болса, онда басқа контрагент сізбен жаңағы контрагент деп отырғанымыз басқа екінші бір тарап, сіздің сатып алушыңыз, болмаса сатушыңыз сізбен келісім шартқа қол қоймастан бұрын олар тұрып сіздің тәуекел дәрежеңізді қарайды. Қандай болдың тәуекел дәрежесі? Сіздер егер де сізде жоғары болатын болса, онда сізден келісім шартқа қол қоюдан бас тартуы ықтимал. Неге олар бас тартады? Өйткені сіздің тәуекел дәрежеңіздің жоғары болуы ертеңгі күні сіздің жаңағы контрагентіңіз үшін кері ықпалын тигізуі мүмкін. Сондықтан сізде басқа біреумен келісім шартқа отыратын кезде соның тәуекел дәрежесіне қарағаныңыз жөн. Қандай әсері болатындығына байланысты мен қазір жаңағы неге контрагентіңіз сізді ыңғайсыз жағдайға қалдыруына байланысты қазір осы презентация барысында тағы да бір айналып соғамыз. Электронды шот фактура жазуды бұғаттау және тағы басқа. Енді общем тағы бір кері әсері ол электронды шот фактура жазайын десеңіз сізге ондай құқық берілмейді. Бұл жаңа қадамды біресе қосты, біресе алып тастады. Енді түбінде алып тастайтын шығар, өйткені қандай жағдай болған кезде де сіз енді электронды шот фактура жаза алмасаңыз, ол былай айтқан кезде сіздің бизнесіңізді қылқындырып сізді вообще бизнес жасамайтын жағдайға жеткізіп тастау. Ана басқа жағдайлар, басқа әсерлердің өзі жетіп жатыр деген ойдамыз, өйткені мына электронды, бірақ қазір бар, бірақ болашақта алып тастауы мүмкін бұл жағдайды. Енді не нәрсе бізге ықпал етеді? Неге біреулер орташа, біреулер жоғары, біреулер төмен? Десек, критерийлер екі түрге бөлінеді екен. Құпия түрдегі критерий бар екен, сіздің жаңа тәуекел дәрежеңізге ықпал ететін, және құпия емес критерийлер бар екен. Құпия емес критерийлерді біз білеміз, қазір мен оларды айтып өтем. Оларға біз ықпал ете аламыз, біз оларды өзгерте аламыз, сол арқылы біз өзіміздің тәуекел дәрежемізді төмен қарай түсіруге қадам жасаймыз. Ал құпия деген ол біздің қолымыздан жоқ, қолымызда оны ұстай алмаймыз, ықпал ете алмаймыз, түсінбейміз оған қалай ықпал жасауға болатындығын. Бірақ ол осы жаңағы критерийге жатады. Ол деген, мысалы, сіздің мемлекеттік бір прокуратурамен болып қалған арадағы жағдай, сотқа байланысты, яғни салықтың төңірегінде емес, жалпы басқа бір төңіректерде сіздің жалпы мемлекеттің алдындағы дәрежеңіздің осы салық тәуекел дәрежесіне ықпал етуі. Яғни ол ықпал ете алмайсыз, бұрын бір соттасып қалдыңыз, біреу бірдеңке болды, болмаса біреумен соттасып жатсыз, болмаса прокуратура біреуге сіздің үстіңізге шағым түсті прокуратураға, сол сияқты дүниелер, олар осы құпия критерий ретінде сіздің тәуекел дәрежеңізге ықпал етеді. Ал құпия еместерге қазір мен тоқталатын боламын. Бірінші, салық жүктемесі, налоговая нагрузка деген түсінік бар. Салық төлеушінің салық жүктемесі коэффициентін есептеу ережесі негізінде айқындалады. Бұл өлшем ірі салық төлеушілердің мониторингінде тұрған салық төлеушілерге, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларына және корпоративтік табыс салығын төлеуден босатылатын салық төлеушілерге қатысы жоқ. Яғни, салық төлеушілердің жаңағы салық жүктемесі коэффициенті деген коэффициент бар, оның есептеу өзінің ережесі бар. Өзінің есептеу ережесі бар, сол ережеге сүйене отырып коэффициент шығарады. Содан тұрады әр
бірден айта кетем, жеке кәсіпкерлер мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер бөлек-бөлек қарастырылады. Яғни белгілі бір аймақ бойынша, белгілі бір сала бойынша жеке кәсіпкерлердің орташа коэффициентін шығарады, және сол орташа коэффициенттен сіздің жеке коэффициентіңіздің ара қатынасы қандай? Төмен ба, жоғары ма? Соған байланысты жаңағы балдар. Енді қараңыздар, бал деп отырған мына нәрсе. Яғни осы тәуекел дәрежені анықтауға байланысты ресми емес ақпаратқа сүйеніп айта кететін болсам, мысалы былай екен, 100 балдық жүйе бар екен. Кейбір іс-әрекеттер сізге бал қосып отырады. 2 бал, 3 бал, 5 бал, 4 бал деп қосып отырады. Балдар қосыла. Егерде сіз жаңағы 100 балдық жүйенің 50 балдан жоғары көтерілетін болсаңыз, онда сіз тәуекел дәрежесі бойынша жоғарғы санатқа өтіп кетесіз. Кейбір іс-әрекеттер сіздің жаңағы балыңызды төмендетеді. Мысалы, сіз жоғарыда тұрсыз, 51-55 бал болып тұрсыз. Бір іс-әрекеттерді істедіңізде сіз минус балдар ала бастадыңыз. Анаға минус 3 бал, мынаға минус 2 бал. Минус балдарды алып, сіз ақырындап 50-ден төмен қарай түстіңіз. Яғни сіз жоғарғы дәрежеден ортаға түстіңіз. Енді бірден бастап 50-ге дейінгі арақашықтық, енді біздің пайымдауымызша, ол 25, яғни бірден бастап 25-ке дейін ол төменгі дәреже, ал 25-тен 50-ге дейін ол орташа дәреже. Яғни бірден 25-ке дейін төмен, 25-тен 50-ге дейін орташа, 50-ден 100-ге дейін ол жоғарғы жаңа тәуекел дәрежесіне нетеді. Сол үшін жаңағы мына тәуекел дәрежесіне ықпал ететін құпия емес критерийлердің бірі ол салық жүктемесі. Яғни сіз мемлекетке қаншалықты салық төлеп жатырсыз, қаншалықты төлемдер төлеп жатырсыз, сіз сияқты басқа ИПшниктер сіздің өңіріңізде қанша салық төлеп жатыр, сіздің салаңызда. Сол екеулеріңіздің бір орташа бір базалық көрсеткіші бар. Сол орташа базалық көрсеткіштің сіз қай маңайындасыз. Есепке алынатын кезең соңғы есепті күнтізбелік жыл болып табылады. Яғни соңғы жылдың ішіндегі көрсеткіштерді есептейді. Салыстыру үшін базалық көрсеткіш әрбір өңір үшін жеке есептелетін салық жүктемесінің орташа салалық көрсеткіші болып табылады. Яғни қайттан қайталап айтамын, белгілі бір өңір бойынша жеке кәсіпкерлер бөлек сол өзінің саласындағы орташа базалық көрсеткіштен сіздің жаңағы жеке кәсіпкердің төлеп жатқан салығының арасындағы соңғы бір жылдың ішіндегі несі шығады, жаңа талдауы шығады да салыстырады. Енді қараңыздар, мысалы, егерде сол жаңағы базалық көрсеткіштен сіздің төлеп жатқан салығыңыз 50%-тен жоғарғы жаңағы айырма болатын болса, яғни айталық орташа көрсеткіш 100 мың, 100 мыңның 50% бізде 50 мың ғой. Егерде сіз 100 мың басқа орташа базалық көрсеткіш 50 мың төлеп жатыр, сіз мысалы 40 мысал ретінде айтып отырмын, 99 мың теңге төлеп жатсаңыз, яғни сіз 51%-ға жаңағы ауытқып тұрсыз ғой, и төменге қарай ауытқып тұрсыз. Бұлай жағдай болған кезде сіздің жағдайыңыз кері әсер болады, отрицательно деген кері әсер болады дегенде, онда плюс 5 бал, яғни 5 бал қосылады. Ал егерде сіздің жаңағы базалық көрсеткіштен 10% бен 50%-ның арасындағы болатын болса, мысалы, енді өзіңіз жаңа 100 мыңнан есептеңіздер, 10% бен 50%-ның арасында болатын болса, онда 3 бал. Ал егерде 5% бен 10%-ның арасында болатын болса, онда 2 бал. Ал егерде керісінше орташа көрсеткіш 100 мың теңге, ал сіздікі содан жоғары тұрсыз. Сіз аналар жалпы 100 мың теңге төлеп жатырсыз, 120 төлеп жатсыз, мысал ретінде 150 төлеп жатсыз. Ондай болатын болса, керісінше балдар минус балдар жинай бастайсыз. Минус, мысалы, 5% бен 10%-ның арасында орташа көрсеткіштен 5% бен 10%-ның ортасында көптеліп жататын болатын болсаңыз, онда мысалы 5% бен 10% деген 100 мыңның 5%-і 5 мың, 10%-і 10 мың, яғни сіз 105-110 мың теңге төлеп жататын болатын болсаңыз, онда минус 3 бал. Егерде сіз 10% бен 30%-ның арасында артық төлеп жататын болатын болсаңыз, онда минус 4 бал. Ал егерде
30%-дан жоғары болатын болса, жаңағы 130 мыңның үстінде болса, мысал ретінде, онда минус 5 балл өзіңіздің жаңағы неңізді реттейді екенсіз. Салық жүктемесінің есептелу формуласы. СЖК тең дейді. С және МТ-ны бөлеміз ЖЖТ-ға, және оның шыққан санды көбейтеміз 100%-ға. Мұнда СЖК деген отырғанымыз салықтық жүктеме коэффициенті, яғни салықтық жүктеме коэффициенті тең болады. Сіздің барлық төлеген салықтарыңыз және міндетті төлемдеріңіз қосылған құн салығы мен акциздерде қоспағанда барлық төлеген төлемдеріңізді соңғы бір жылдың ішінде бөледі екен жылдық ЖЖТ деген жылдық жиынтық табыс. Жылдық жиынтық табысқа бөліп тастайды екен. Содан кейін шыққан санды 100%-ке көбейтеді екен. Сол кезде сіздің жеке салық жүктемесі, салықтық жүктеме коэффициентіңіз анықталады екен. Осыны анықтап алып барып, одан кейін барып жаңағы етеді екен. Іске араластыра бастайды екен. Салық төлеушінің салық агентінің салықтық жүктеме коэффициентіне сәйкес салықтық жүктеме коэффициентінің орташа салалық мәні мынадай формула бойынша анықталады. Яғни орташа салалық жүктеме мәні деп отырғанымыз, яғни сіз белгілі бір регионда тұрасыз, сол регион бойынша орташа бір коэффициент болады. Яғни сіздің жеке өзіңіздің коэффициентіңіз бар, және сіздің сол регионыңыз бойынша орташа бар. Орташа қалай анықталады екен? Осы СЖК тең болады СЖК 1, СЖК 2, СЖК 3 деп кете береді екен. Бұл жерде осы СЖК деген салықтық жүктеме коэффициентінің орташа салалық мәні, яғни орташа салалық мәні тең болады сол салада жүрген жаңағы салық төлеушілер, яғни сол сіздің регионыңыз бойынша, аймағыңыз бойынша сол салада жүрген салық төлеушілердің төленген салықтары жүктеме коэффициентіне қоспаған салық төлеушілердің әр саласындағы салықтық жүктеме коэффициенті сіз сияқты жаңағы бәрін қосып шығады екен де. Одан кейін бұл жерде оны бөледі екен N-ға. N деген жылдық жиынтық табысы жоқ салық төлеушілерді санамағанда санамағанда есепте қатысатын әр бөлімнің салық төлеушілердің саны. Яғни сөйтіп жаңағы барлық салық төлеушілердің коэффициенттерін бәрін қосады да, оның артында қанша салық төлеушілерді қосты, солардың санына бөліп тастайды. Мысалы айталық, сіз сияқты 50 жеке кәсіпкер болмаса 50 туының коэффициенттерін қосты да, сосын тұрды, соны 50-ге бөлді да, орташа коэффициентін анықтады. Салықтық жүктеменің орташа салалық коэффициентінің мәні экономикалық қызметтегі жалпы жүктеуіштер түрлерінің негізінде анықталатын тиісті салалар бойынша кодтың екінші белгісіне дейін есептелінеді. Яғни кодтың екінші, мысалы пәленбай орын сан болатын болса, соның екінші санына есептелінеді. Салықтық жүктеме коэффициентінің орташа салалық мәні әрбір облыстық, аймақтар немесе облыстық маңызы бар қалалар бойынша заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер үшін бөлек есептелінеді. Әр регионда өзі бөлек. Салықтық жүктеменің орташа салалық коэффициентінің мәні жылына 2 рет 1 қаңтар және 1 шілде айларынан кешіктірілмей есептелінеді. Жылына 2 рет жаңарып отырады. Салықтық жүктеме коэффициенті әртүрлі салық кезеңдерінде нақты салық төлеушінің есептеген салықтық жүктеме коэффициенті әртүрлі салық кезеңдерінде нақты салық төлеушінің есептеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерінің жиынтығына талдау жүргізуге мүмкіндіктер береді және салық төлеушінің салық агентінің қызметінің соңғы нәтижесіне салық салу жүйесі әсерінің деңгейін көрсетеді дейді. Бұның бәрі салық кодексінен алынған үзінді. Құпия емес критерийлердің келесі бір түрі, ол бір
кәсіпкерге орташа айлық еңбекақы. Яғни сізде қызметкерлерге, жалпы қызметкерлеріңіздің орташа бір қызметкерге шаққанда орташа еңбекақысы. Салық агенті жеке тұлғаларға есептеген табыстардың орташа айлық сомасының қызметкерлердің орташа санына ара қатынасы ретінде айқындалады. Яғни сізде 10 қызметкер бар делік, 10 қызметкерлердің әрқайсының табыстарын жеке қосасыз да, 10-ға бөліп тастаған кезде орташа бір қызметкердің еңбекақысы шығады. Бұл жерде жаңа салық коэффициентіне байланысты бұл жердің өзінің несі бар, таблицасы, яғни бедейді есепке алынатын кезең соңғы 2 есепті күнтізбелік 90 немесе соңғы есепті жарты жылдық болып табылады. Салыстыру үшін базалық көрсеткіш болып, статистика органдарының деректері бойынша орташа айлық өңірлік жалақының орташа салалық көрсеткіші болып табылады. Яғни статистика жүргізіледі, яғни әр өңір бойынша, әр сала бойынша орташа жалақы мөлшерлемесі бар. Сосын тұрады да сіздің жаңағы соңғы 2 кварталда тапсырған, болмаса соңғы жарты жылда бір рет тапсырған есептемеңіздің негізінде қарап, сіздің орташа жалақы, бір қызметкерге орташа жалақыңызды шығарып алады да, сол статистикалық дерекпен салыстырады. Егер де сіздің беріп отқан көрсеткішіңіз орташа статистикадан 50%-ға төмен болатын болса, онда плюс 1 балл. Егер де 5%-дан 50%-ға дейін төмен болатын болса, онда жарты балл. Ал егер де керісінше сіздікі орташа көрсеткіштен 5% бен 50%-ның арасында жоғары болатын болса, онда жаңағы минус кері әсерімен жарты балл, ал 50%-дан жоғары болатын болса, онда минус 1 балл. Енді өздеріңіз менің жаңа немнен түсініп отырған шығарсыздар, қандай миларыңызды есептеп нетіп отырсаңыздар болады. Мысал ретінде 100 мың теңгені алып, 100 мың теңгенің төңірегінде есептесеңіздер, миларыңызға сақ етіп қона қалады. Яғни орташа көрсеткіш статистика бойынша 100 мың теңге болса, сіздің өңір бойынша, ал сіздің декларацияңыздағы жаңағы неңіз орташа көрсеткіштен 50%-тен жоғары айырмашылық болса, сіздікі 49 мың болып қалса, орташа еңбекақыңыз, онда сіз плюс 1 балл қосып аласыз. Ал егер де жоқ 49 емес, 55 мың, 56, 60 мың болатын болса, онда жарты балл қосасыз. Ал керісінше орташа көрсеткіш 100 мың теңге, ал сіздікі 110 мың болатын болса, 110 мың, 150 мың болатын болса, онда сізге жарты балл қосылады. Жарты балл алынады. Ал 150 мыңнан жоғары болатын болса, мысалға 100 мың теңгенің төңірегінде, онда алынады 1 балл. Келесі бір көрсеткіш, құпия емес критерийлердің келесі бір түрі, салықтық есептілігінде көрсетілетін шығыстар мен кірістер сомасы. Яғни декларация тапсырасыздар, декларацияңызда бұл жалпыға ортақ режимде жұмыс істейтіндер. Түзетулерді ескере отырып дейді, корпоративтік табыс салығы бойынша шегерімдер сомасының жылдық жиынтық табысқа ара қатынасы ретінде айқындалады. Есеп айырысу жүргізілетін кезең соңғы есепті күнтізбелік жыл болып табылады. Осы критерийдің басымдығы плюс 4 балл, қосымша 4 балл, тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Яғни жаңағы 100-ші форманы жауапкерлік шектеулі серіктестікті тапсырады, болмаса жеке кәсіпкерлер 220-ші форманы тапсырады. Сол жерде олар өзінің бүкіл 1 жылдық жиынтық табысын көрсетеді және 1 жылдық жиынтық шегерімдерін көрсетеді, расходтарын көрсетеді. Сол екеуінің ара қатынасын есептеп отырады екен да, соның ара қатынасынан жаңағы не табады екен. Егер де сіздің табысыңызбен жылдық жиынтық табысыңыз, жылдық жиынтық шығыныңыз соған пара-бар болатын болса, одан жоғары болатын болса, онда сіз плюс 4 баллды иемденесіз. Есепке алынатын кезең соңғы 1 жыл дейді, яғни мысалы 2020 жыл үшін 2019 жылдың декларациясын қарайды да, сол бойынша нетеді. Бұл жерде тек қана кері әсер деген жоқ, кері шегерім деген жоқ, тек қана плюс. Егер де сондай жаңа қарайды да, егер де сіздің жағдайыңыз жаңағы пара бар болмаса, шығындарың жоғары болып кететін болатын болса, онда тұрады да плюс 4 балл қосады сізге. Келесі бір критерий, ол қосылған құн салығы бойынша
тіркеу есебінен шығарылған, оның ішінде таратылған, әрекетсіз, банкрот тұлғалармен өзара есеп айырысуы бар салық төлеушілермен мәмілелер. Яғни сіздің контрагентіңіз, сіз мысалы сіз өзіңіз жақсы жұмыс істеп жүрсіз, бірақ сіздің контрагентіңіз, сіз біреуден бірдеңе сатып алып жатсыз ғой, сол сатып алып жүрген сіздің жаңағы жеткізіп берушіңіз, жаңағы поставщигіңіздің жағдайында қарайды. Бұл қалай болады екен? Қосылған құн салығы бойынша салықтық есебіңізде есепке алып отырған жаңағы 300-ші формада есепке алып отырған зачетная сторонасында сомаңыз келесідей жеткізіп берушіден 20.000 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асқан жағдайда, яғни бір жеткізіп берушіден 20.000 есептік көрсеткіш айлықтан асатын индексті зачетқа алып отырсыз. Ал ол жеткізіп берушіңіз өзінің декларациясында жаңағы қосылған салықтық есептілігінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылған жеткізіп берушіні көрсеткен жағдайда айқындалады. Яғни сіздің поставщигіңіз өзінің жаңағы декларациясында қосылған құн салығынан тіркеуден шығып қалған, сол декларация тапсыру барысында шығып қалған жаңағы салық төлеушіні көрсететін болса, соның әсері салқыны сізге тиеді екен. Есепке алынатын кезең соңғы есепті күнтізбелік 2.90 болып табылады, яғни 2 кварталдалады. Осы критерийдің басымдығы плюс 4 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Яғни осындай жағдай орын алған кезде сіз автоматты түрде 4 балл өзіңізге қосып аласыз. Бағана айтып едім ғой сіздерге, жаңағы балдар жиналып 50%-дан асып кеткен кезде жоғары өтіп кетеді. Яғни осы жағдай орын алған кезде сіз 4 баллды қосып алдыңыз да ақырындап жоғарыға көтеріле бастадыңыз. Яғни сіз үшін оның әсері теріс. Құпия емес критерийлердің келесі бір түрі бірнеше салық кезеңдері бойынша залалды, убыток деген залалды деп аудардық, убыточный салық есептілігін көрсету. Егер қатарынан 5 салық кезеңі жылдар ішінде дейді, салық есептілігінде кері көрсеткіш көрсетілген жағдайда айқындалады. Есепке алынатын кезең соңғы 5 есепті күнтізбелік жыл болып табылады. Осы өлшемнің басымдығы қосымша 3 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Мына жерде мынандай бір нәрсені сіздерге қосымша ретінде айта кетсем. Мынандай сауда компаниялары бар, сауда-саттықпен айналысатын. Сондай сауда-саттықпен айналысатын компаниялар қайта-қайта убыток көрсетіп отырады. Салық органдары сіздің оқедіңізге қарайды, сіздің неңіз біледі, осы мен немен айналысатыңызда қарайды да, егер сіз убыток көрсетсеңіз, олар сізді түсінбейді. Қалай убыток? Сіз сонда алған затыңызды мысалы 100 теңгеге алып 90 теңгеге сатып жатсыз ба деген сияқты түсінік қалыптасады. Сондықтан енді кейбір белгілі жағдайлар болады, ішінде 1 жыл, 2 жыл убытокпен 1 жыл жұмыс істеуге болады. Бірақ қатарынан 5 жыл убыток көрсететін болатын болсаңыз, онда плюс 3 баллды иемденуге дайын болыңыз. Тіпті қазір енді қараңыздар, 5 жыл емес, бізде қазір талап ету мерзімі, срок исковой давности бізде 3 жылға түсті ғой. Яғни 5 жыл емес, енді бұл 3 жылға қысқарады, оны да күтіңіздер. Яғни соңғы 3 жылдың ішінде сіз қайта-қайта минус убыток көрсете беретін болсаңыз, 3 балл қосасыз. Салық органдарының алдында сіз өзіңіздің дәрежеңізді жоғары көтеріп алдыңыз деген сөз. Келесі бір құпия емес критерий ол бұрын ұсынылған салық есептілігіне бірнеше рет өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Егер салық төлеуші корпоративтік табыс салығы және қосылған құн салығы бойынша азайтуға қосымша 5 декларациядан артық табыс еткен жағдайда, бұл ретте осындай декларацияларды табыс ету үшін белгіленген күннен бастап 12 және одан да көп ай өткен жағдайда айқындалады. Есепке алынатын кезең соңғы 6 ай болып табылады. Өлшем ірі салық төлеушілердің мониторинг тұрған салық төлеушілер бойынша қолданылмайды. Осы критерийдің басымдығы қосымша 4 балл, тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Бұл енді қайта-қайта қосымша дополнительный декларация тапсыра бергенді жақсы көретіндер. Яғни біріз декларация тапсырдыңыз, тапсыра салайыншы, уақытында нетпейді. Одан кейін тұрасыз да жаңағы тапсырған декларацияңызға 12 ай өткеннен кейін бір өзгерту енгізесіз, 2 өзгерту, 3, 5 өзгертуден қайта-қайта 5 қосымша декларация тапсырған кезде сіз қосымша 4 баллды иемденесіз.
қосылады деген сөз. Яғни сіздің тәуекел дәрежеңіздің не әсері өте кері, теріс әсер береді. Сіздің тәуекел дәрежеңізді көтереді. Келесі бір критерий ол камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған заң бұзушылықтар. Яғни сол заң бұзушылықтарды орындалмаған хабарламалар, уведомлениялар болған жағдайда, егер орындау үшін салық заңнамасы бойынша көзделген күннен бастап 15 және одан да көп күнтізбелік күн өткен камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған заң бұзушылықтарды жою орындалмаған жағдайда айқындалады. Есепке алынатын кезең соңғы 6 ай болып табылады. Осы критерийдің басымдығы қосымша 4 балл тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Яғни бір заң бұзушылыққа жол бердіңіз, сізге хабарлама келді, сіз сол хабарламаны елемедіңіз, көрмедіңіз, яғни орындамадыңыз. Сол орындамаған хабарламаларыңыз бойынша орындауға тиісті уақыттан 15 күн асып кететін болатын болса, онда тағы да 4 балл иемденуге дайын болыңыз. Жеке кәсіпкерлерге тоқтап өтейін. Жеке кәсіпкерлер салық төлеуші кабинетіне кірмейді, көрмейді не болып жатқандығын, әбден шоттарын бұғаттаған кезде бірақ қарайды. Енді қараңыздар, сіздер салық органдары сіздерге бірнеше хабарлама жіберуі мүмкін. Сіз оның бірде-бірін орындаған жоқсыз, яғни әр хабарлама бойынша 4-4 балдан өзіңізге қосып алдыңыз деген сөз. Пожалуйста, тәуекел дәрежеңізді жоғары дәрежеге жеткізуге тағы бір қадам. Яғни егерде сіз 3 хабарламаны орындамасаңыз, уже 12 балды қосып алдыңыз деген сөз. Арнаулы салық режимдерін қолдану құқығын беретін салық кодексінде белгіленген көрсеткіштердің шекті мәніне бірнеше рет жақындау. Егер арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші қатарынан 2 салық кезеңі үшін декларацияларда осындай арнаулы салық режимін қолдану құқығы үшін белгіленген табыстың шекті мәнінің 98-ден жоғарғы пайызын қоса алғанда диапазондағы кіріс сомасы көрсетілген жағдайда айқындалады. Есепке алынатын кезең қолданылатын арнаулы салық режиміне сәйкес соңғы 2 есептік кезең болып табылады. Осы өлшемнің басымдығы қосымша 5 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері теріс. Яғни сіз оңайлатылған декларация, яғни упрощенкамен жұмыс істеп жүрсіз. Бірінші жарты жылдықта, яғни жаңағы неден өтіп кетпеу, упрощенный режимнен өтіп кетпейтін шек бізде 63 миллион, там үстінде бір несі бар ғой, жаңағы қосымшасы бар ғой. Егерде сіз соған жақын соның 98%-нан жоғары болып қалатын болсаңыз, мен мына жерге төмен жағын есептеп қойдым, ол 62 миллион 452 мың. Содан жоғарғы табыс көрсететін болсаңыз, және екі салықтық кезең, яғни алдындағы салықтық кезеңінде сөйтіп көрсеткесі салықтық табысты, одан кейін келесі салықтық декларация тағы да соны көрсететін болатын болсаңыз, онда сіз қосымша 5 балды жүктеп алуды қосып алуға дайын болыңыз. Сондықтан 62 миллион 450 мың теңгені өздеріңіз түсініңіздер, қанша декларация тапсыратын кезде ең құрмағанда 1 теңгеге осыдан төмен тапсырсаңыз, онда сіз жаңағы мына критерийге ілініп кетпейсіз. Өз жерде бұл критерийлерді есептейтін адамдар қарап отырған жоқ, бұны есептейтін машина, серверда кәдімгі осындай нелер, ақпараттар жүктеліп, соны елейтін, ескеретін барлығы машина есептейді. Содан кейін барып жаңағыдай нетеді. Сол үшін бұған да өте мұқият болыңыздар. Енді біз жаңағы осығанға дейін кері әсер ететін жаңағы неге неттік қой, әсерлерді, критерийлер айттық қой. Енді керісінше оң әсерін беретін неге тоқтайық. Салық мониторингіне қатысу дейді. Салық мониторингіне қатысу енді бұл кіші шағын бизнестардың жаңағы тиесілі емес, бұл ірі салық төлеушілерге қатысты. Бұл деген сөз горизонталды мониторинг туралы келісім болған жағдайда анықталады. Тәуекел дәрежесіне әсері оң, осы өлшемнің басымдығы кері 4 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері оң, яғни керісінше енді сізден балдарды шегере бастайды. Яғни сіз ірі салық төлеуші қатарына жататын болсаңыз, яғни адам саны бойынша 250 адамнан жоғары, табыс мөлшері бойынша
тоже үлкен, енді ол жерде миллиондаған табыстан жоғары болатын болсаңыз, және салық мониторингіне қатысатын болсаңыз, салық мониторингіне қатысу деген былай ғой, сіздің салық органымен мәмілеге келуіңіз. Мәмілеге келіп, олардың жаңағы сұраған ақпаратты беріп отыру, өзіңіздің бухгалтерлік есебіңізге, салықтық есебіңізге жаңағы не беру, доступ беру, соны ашып көрсету. Олар өздері қалаған уақытында көргісі келеді. Яғни сіз осындай доступ беру арқылы салық органымен сондай мамыражай достық қарым-қатынаста етесіз, жаңағы жүресіз. Бұның сізге беретіні де жоғары. Енді ірі компаниялар олар учетты не жүргізеді, прозрачный жүргізеді, оларға бұл өте қолайлы. Егер де сондай ірі компания болатын болсаңыз, салық мониторингіне қатысатын болатын болсаңыз, онда сіз кері 4 балды иемденеді екенсіз. Келесі бір сіздің неңізді төмендететін, оң әсер ететін критерий ол салық төлеушінің онлайн бақылау кассалық машинасын қолдануы. Салық төлеуші деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау касса машиналарын пайдаланған жағдайда айқындалады. Тәуекел дәрежесіне әсері оң. Осы өлшемнің басымдығы кері 2 балл. Тәуекел дәрежесінің әсері оң дейді. Енді сіздерге мынандай лайфхак. Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді қолма-қол ақшамен жұмыс істемейтін болсаңыз, сіз міндет, яғни тек қана қолма-қол ақшасыз жұмыс істейтін болатын болсаңыз, сіз алыңызда соған қарамастан өзіңізге тегін бақылау кассалық машинасын орнатыңыз, тіркеуге қоя салыңыз салық органдарында, және сол арқылы өзіңізге 2 балды ұтып алыңыз. Ұтып алыңыз деп айтып отырғаным, енді ұтып алумен тең ғой, енді сізде ешқандай бақылау кассалық аппаратын қоюға ешқандай алғы шарт жоқ, бірақ сіз соған қарамастан қойдыңыз, яғни -2 балл. Бикасса деген РЦПП-да бар, соны алып қоясыз. Ол жерде мысалы егерде ешқандай операция болмаса, ешқандай комиссия төлеудің қажеті жоқ. Бір рет қойдыңыз. Салық органдарынан кейде жаңағы хабарлама келеді, сұрайды хабарландыру. Неге сізде касса аппараты бар, бірақ неге ақша ұрылмайды деген. Ол жерге сіздер жауап бере саласыздар. Иә, кассалық аппаратымыз бар. Бізде анда-сонда бір не болып қалама деп, қолма-қол ақшамен есеп айырысып қаламыз ба деген ойымыз бар, бірақ әлі ондай болған жоқ. Болып қалса міндетті түрде қолданамыз деген жауап бересіз. Болды, сонымен -2 балды иемденесіз. Салық төлеушінің стандартты тексеру файлын пайдалануы. Салық төлеуші тексерудің стандартты файлын пайдаланған жағдайда айқындалады. Тәуекел дәрежесіне әсері оң. Осы өлшемнің басымдығы кері 4 балл. Яғни салық төлеушінің стандартты тексеру файлы деген файл бар. Сіз сол файлды қолданасыз да, сол файлды қолданғаныңыз үшін сіз өзіңізге 4 балды, кері 4 балды ұтып алуыңыз ықтималдығы бар. Тексеру файл деген ол, мысалы салық органдарынан сізге тексеру келетін болса, олар сіздердің базаларыңызға жаңағы доступ сұрайды, пока оны жаңа қосам, айтем, бүйтем дегенше біраз уақыт қой. Ал егерде сіз стандартты файлды қолданатын болатын болсаңыз, ол сіз туралы ақпарат міндетті түрде әрқашан сол стандартты файлда тұрады. Ол салық органдары үшін өте қолайлы. Ол сіздің базаңызға доступ нетпейді, сұрамайды, кірмейді етпейді. Файлды көреді, файлды жүктей салады да өздеріне. Файлды өзіне керек ақпаратты сол файлдан ала салады. Егерде сіздің есебіңіздің барлығы дұрыс, жасыратын ештеңеңіз жоқ болатын болса, неге бұл стандартты файлды қолданбасқа? Есесіне кері 4 балды иемденесіз. Электронды шот фактура жазып беру. Шот фактураларды электрондық түрде жазып берген жағдайда айқындалады. Тәуекел дәрежесіне әсері оң. Осы өлшемнің басымдығы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрған салық төлеушілер үшін -2 балл, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрмаған салық төлеушілер үшін -3 балл. Енді қосылған құн салығының есебінде тұрған салық төлеушілер үшін бұл міндетті электрондық шот фактура жазу. Соны уақытында жазып, сөйтіп жүргеніңіздің өзі сізге кері 2 балл береді екен. Ал егерде сізде мынандай болады, ешқандай оған міндеттеме жоқ,
счет фактура тіркеуде тұрған жоқсыз, электрон счет фактураға жазып беруге ешқандай міндетті емессіз. Бірақ сіз соған қарамастан электронды счет фактура порталында тіркелдіңіз да, электронды счет фактураны жазып беріп жатсыз. Без НДС, жаңағы НДС деп жазып бердіңіз. Жазып бердіңіз бе? Ода тұрған ештеңке жоқ, қиын ештеңке емес, өте жақсы жұмыс істейді. Соған тіркеліңіз да, 3 баллды иемденіңіз. Пожалуйста. Қосылған құн салығы бойынша бақылау шотын қолдану. Қосылған құн салығы бойынша бақылау шоты қолданылған жағдайда айқындалады. Тәуекел дәрежесіне әсері оң. Осы өлшемнің басымдығы -5 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері оң дейді. Яғни қосылған құн салығы бойынша бақылау шоты деген шот бар. Сол шотты қолданасыз. Сол шотты қолданғаныңыз үшін сізге керісінше -5 балл беретін болады. Салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша берешектің болмауы. Ереженің 8-ші тармағында белгіленген күннің алдындағы 6 айдың соңғы күндеріндегі жағдай бойынша айқындалады. Осы өлшемнің басымдығы -3 балл. Тәуекел дәрежесіне әсері оң. Бірін айта кетейін, біз өзі кез келген салықты төлеген кезде өз салықты төлейтін бір белгілі мерзім бар. Мысалы, ай сайын жалақыдан төленетін салықтарды әр айдың 25-іне шейін өткен айға төлейміз. Біз тура сол 24-те болмаса 25 күні төлегенді жақсы көреміз. Құрметті салық төлеушілер, сіздерге айтатыным, сіз ақыры төлейтін салық қой, соны 25-те шейін жеткізбей, 20-сына дейін төлеп тастаңыздар. Сол кезде сіздерде -3 балл болады. Әңгімені ұзартпай ақ қояйын. Сіздер 25 емес, миларыңызға 20 деген жаңағы нені жазып алыңыздар, мерзімді. Яғни сол уақытқа шейін төлеп тастап отырыңыздар. Енді барлық критерийлерді айтып өттім. Одан кейін окетті өзгертіңіз деген мынандай окетті өзгерту деген, яғни сіздің жаңағы неңізді коэффициентіңізді анықтау барысында, сіздің сол салаңыз бойынша нені анықтау, орташа жалақының мөлшерін анықтау барысында негізгі есепке алынатын дүние, яғни ол окет, яғни белгілі бір өңір бойынша жеке кәсіпкерлер, осы окетте жүрген жеке кәсіпкерлер алады, солардың орташа жаңағы несін шығарады. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бізде мынандай 96-дан басталатын окет бар, ол барлық қызмет түрлері. Болмаса 47-ші окет, сауда-саттық. Көптеген кәсіпкерлер жалпылама осындай океттерді ала салады. Жалпылама океттің ішінде өз жерде, мысалы, Алматы қаласының жартысы сол океттің ішінде отыруы мүмкін. Болмаса Астана қаласының. Сіз бір кішкентай ғана ипочниксіз, сізде бір-ақ адам жұмыс істейді. Сіз сол елдің жарты Алматы пайдаланып жатқан окетті пайдаландыңызда, сол жаңағы жаңағы критерийге кіріп кеттіңіз да, содан кейін сіздің неңіз аналардың қасында сіздің жаңа салықтық жүктеме дәрежеңіз де төмен түсіп қалды, орташа жалақы да төмен түсіп қалды, басқасының бәрі төмен түсіп қалды да, сіз жаңағы неттіңіз. Сол үшін өзіңіздің кәсібіңізге байланысты окетіңізді дұрыстап қараңыз, дұрыстап тексеріңіз. Одан тағы бір нәрсе айта кететінім, сіздер жақсы көресіздер. Пәленбай окетті, мысалы 5 окетті, бір окет негізгі окет, оның астында тағы 4 окет бар, қосымша деп. Сіздер біліңіздер, ондай 5 окетті пайдаланған жағдайда сол әр окет бойынша сізді бөлек-бөлек санайды. Яғни оның бәрі сізге кері әсерін тигізеді. Сондықтан негізгі бір нақты окетті белгілеңіз де сонымен жұмыс істеңіз. Болды. Жеке кәсіпкерлер окетін лиценз сайтында өзгерте алады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер окетін stat.gov.kz сайтында өзгерте алады. Окетті қалай өзгертуге байланысты қосымша видео жүктеймін, күтіңіздер. Егерде сізге келді жаңағы не, жаңа тәуекел дәрежеңіз айқындалып келді, сіз қарадыңыз ішінде, яғни орташа жалақыға байланысты, болмаса неге байланысты, сіздің орташа жаңа базалық көрсеткіш тұрды, одан кейін сіздің көрсеткішіңізді көрсетті айтты, міне сіз осыншамаға ауытқып тұрсыз деп сізге белгілі бір дәрежені сізге бекітті. Егер де сіз сонымен келіспейтін болсаңыз, сіз оны міндетті түрде зерттеңіз, қараңыз. Онымен келіспейтін болатын болсаңыз, сіз тұрасыз да соған байланысты өзіңіздің анықтамаңызды бересіз.
барлық егжей-тегжейлі жазасыз. Керек болса файлды бекітіңіз. Бекітіп, жүктеп жіберіңіз. 30 күннің ішінде қарастырылады. Егер де сіздің берген дәйектеріңіз, жаңағы ақпараттарыңыз дәйекті болатын болса, онда сіздің жаңағы тәуекел дәрежеңізді қайтадан өзгертеді. Яғни жылына 2-нен күтіп жүрмейсіз, оғанға дейін 30 күннің ішінде өзгерте аласыз. Бүгінгі айтылған тақырып осы болған. Тәуекел дәрежесі дегеніміз, тәуекелді басқару жүйесі дегеніміз, бұдан былай сіздер жиі еститін боласыздар. Өзіңіздің тәуекел дәрежеңізді міндетті түрде қараңыз. Ат үсті қарамаңыздар, зерттеңіздер. Өзіңіз түсінбесеңіз бухгалтеріңізге айтыңыз. Өте маңызды ақпарат. Соны жадыңызда әрқашан ұстаңыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.